Қаржылық мониторинг агенттігі шамамен 140 мың азаматты медициналық ұйымдарға жалған тіркеу және көрсетілмеген медициналық қызметтер туралы жалған мәлімет енгізу арқылы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан заңсыз қаржы алу схемаларын анықтады. Осы деректер бойынша 36 қылмыстық іс тергеліп жатыр. Алдын ала есеп бойынша мемлекетке келтірілген шығын 3,5 миллиард теңгеден асады. Мәселен, Түркістан облысында Жетісай көпсалалы аудандық ауруханасының лауазымды тұлғаларына қатысты тергеу жүргізілуде. Тергеу мәліметіне сәйкес, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында бөлінген қаражат іс жүзінде ешқандай қызмет көрсетпеген әрі тауар жеткізбеген 20-дан астам жеке кәсіпкердің есеп шоттарына аударылған. Кәсіпкерлер медициналық мекемемен ешқандай шарт жасаспаған, ал олардың деректемелері ақшаны заңсыз шығарып, кейін қолма-қол ақшаға айналдыру үшін пайдаланылған. Мемлекетке келтірілген шығын 501 миллион теңгеден асты. Екі күдікті қамауға алынды. Астанада Фортоклиник жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жеке клиникасының басшысы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан заңсыз қаржы алу схемасын ұйымдастырған үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал оның сыбайласы денсаулық сақтауды дамытудың ұлттық ғылыми орталығының қызметкері азаматтарды тіркеуге қатысты өтінімдерді заңсыз мақұлдаған үшін 3 жылға сотталды. Қылмыстық схема нәтижесінде клиникаға 15 мыңнан астам азамат заңсыз тіркелген. Сонымен қатар Дамумет ақпараттық жүйесі арқылы 79 миллион теңгенің жалған медициналық қызметі рәсімделген. Алматы облысында MyDental.kz жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен стоматология доктор Нұржанова клиникаларының басшысы стоматологиялық қызмет көрсету кезінде алаяқтық жасаған үшін мүлкі тәркіленіп 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Шын мәнінде пациенттерге ешқандай қызмет көрсетілмеген, ал құжаттарды рәсімдеу үшін дәрігерлердің тіркелгі жазбалары мен кәмелетке толмаған пациенттердің жеке деректері пайдаланылған. Нәтижесінде жалған медициналық қызмет көрсетудің 4,5 мыңнан астам дерегі анықталып, мемлекетке 66 миллион теңге шығын келтірілген. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр.